Хом мен Фем күніне 2 шынаяқ кофе ішеді. Себебі оларға күнделікті жұмыстарын бітіру үшін күш пен энергия керек. Олар сияқты адамдар әлемде күніне 3 миллион шынаяқ кофе тұтынады екен. Жыл сайын ашылатын кафелер саны еселеп көбеюде. Неліктен адамдар көп кофе ішеді және жай ғана сусын қалай мәдениетке айналды. Жүздеген жылдар бұрын Омар деген кісі ешкілердің кофе жапырақтарын жегеннен кейін сергек бола түскенін көреді. Кейін жапырақтардан сусын дайындап, оны ауырып жүрген шопанға беруді ойлайды. Қазір біз білетін тарихта емші Омар кофе сусын дайындаған алғашқы адам. Осыдан кейін кофе араб елдерінде таныла бастады. Ол басқа сусындардың орнын басып, тұрғындардың сүйікті тағамына айналды. Сондықтан бірінші кафелер Меккеде ашылған болатын. Кофеханаларда тек кофе ғана болды. Сол үшін адамдар бір-бірімен танысып, әртүрлі тақырыпта сөйлесуді әдетке айналдырды. Тұрғындардың кофеге қызыққан соншалық, жергілікті имамдар бұл сусынға тыйым сала бастады. Себебі мұсылмандардың көбісі кофеханаларда көп уақыт өткізіп, намазға кешігетіндердің саны артқан еді. Адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасы, жаңа идеялардың тууы және тағы да басқа заттар кофе мәдениетін қалыптастырды. Кейін кафелер Осман империясына тарады. Түрік кафелерінде сусынмен қатар жергілікті мәдениетте көрініс тапқан еді. Қызметшілер ұлттық нақыштағы киімдер киді, ал отыратын орындар шығыс мәдениетіне бейімделе бастады. Кофенің батыс елдеріне таралуына да осы түрік кофеханалары себепші болған еді. 17 ғасырда Англия королевасы Елизавета I шығыс елдерімен тығыз байланыс орната бастайды. Осылай кофе мұхит асып Англияға жетеді. 1652 жылы Паскуо Розе дейтін саудагер Англияда алғаш боп кофехана ашты. Батысқа түрік кафелері барлық мәдениетмен барды. Паскуоның кофеханасы бас түрік деп аталатын. Ал англиялықтар ол жақтан түрік тағамдарын, дәстүрлі нақыштағы өнер туындыларын, тіпті Осман империясының басшыларының мүсіндерін кездестіре алатын еді. Кейін шығыстың мәдениеті батыспен араласып, қазіргі бізге таныс кофе мәдениеті қалыптасты. Англияда бұл үрдіс тез дамыды. Кейбір дереккөздерде 18 ғасырға қарай Лондондағы кафелер саны 500-600-ге жуық болды делінген. Бұл уақытта кофе мәдениеті тек Лондонда ғана емес, басқа да Европа елдеріне тарады. Мәдениет басқа елдерге тараған сайын дами берді. Әр қоғам сырттан келген өзгеше мәдениетті қарсы алып, одан әрі жаңғырта берді. 17 ғасырда кофеханалар Венада ашыла бастады. Веналықтар кофеханаларға үстел ойындарын, бильярд тақтайшаларын әкелуді әдетке айналдырды. Кейін күнделікті газет-журналды да осы кафелерге әкелетін болды. Бұл дәстүр веналық кафелердің ерекшелігі ретінде тарихта қалды. Қазірде Хом мен Фем сөреде тұрған кітаптардың бірін талқылап отыр. Қазірде кафелердің мақсаты бұрынғыдан қатты өзгерген жоқ. Бүгін әлемдегі ең танымал кофе бренді Starbucks. 2017 жылдың аяғында әлемдегі Starbucks дүкендерінің саны 27 мыңнан астам болған. Ал қызмет көрсету бойынша әлемде Макдональдстен кейінгі екінші орында. Starbucks компаниясының директоры Говард Шульц кезекті кафесінің ашылу салтанатында «Біздің өнім адамдарды тойдыру үшін емес, жүректерді толтыру үшін» деп таныстырды.